Бәріңізге сәлем қыздар. Бүгін қыс мезгіліне арналған томатты қатыру әдісімен сіздермен бөлісемін. Өте ыңғайлы әдіс әрі оңай. Қазір бізге осындай формалар қажет болады, немесе басқа да кекстің формасы болса жарай береді. Ол үшін бізге міне осындай қызанақ және қызыл бұрыш қажет болады. Барлығын алдын ала жуып тазалап аламыз, және бір дана пияз қажет болады. Егер көп болса 2 пияз қоссаңыздар болады. Осында және кекстің формалары қажет болады. Бізге басқа түрлері болса қолдана береміз. Ең алдымен біз қазір ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болу үшін қызанақтарымызды барлығын осылай ыңғайлы етіп турап алдық. Барлығын бір ыдысқа салып аламыз. Енді келесі қызыл бұрышымызды да осылай өткізуге ыңғайлы етіп, кішкене етіп турап аламыз. Томат жасауға бізге қызанақ және қызыл бұрыш, пияз қажет болады. Өзіңіз қалауыңызша аскөк салсаңыздар болады, яғни укроп турап салсаңыздар болады. Мен тек осы үшеуімен ғана жасаймын. Барлығын турап алдық, міне барлығын енді бір ыдысқа салып жатырмыз. Осылай ет тартқышпен барлығын өткізіп аламыз. Сізде блендер болса, блендермен де езіп алсаңыздар болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Болғаннан кейін барлығын бір араластырып алып, алдын ала дайындап қойған кекстің осындай формаларына бәріне құйып шығамыз. Тамақ пісіретін кезде бір данасын алып, сол қатты күйінде салып жіберсек, көзі еріп, дәм беретін болады. Барлығын міне қыздар жасап болдық, енді морозильникке салып қоямыз. Қатқаннан кейін морозильниктен алып, осылай шығарып аламыз. Мінде қатқан түрі барлығын формасынан шешіп алып, пакетке барлығын салып шығамыз. Қыс мезгіліне томатты осы әдіспен қатырып көріңіздер. Өте ыңғайлы. Бір данасын бір тамаққа немесе 2 данадан да қоссаңыздар болады. Осылай қатқан күйінде сала береміз. Осындай пакетке кез келген немесе зип пакетке салсаңыздар да болады, ыңғайлы болу үшін. Тамаққа қоссақ ерекше дәм беретін болады. Міндетті түрде жасаңыздар. Міне дайын болды. Бізде енді мұздатқышқа салып қоямыз.